Мен Кадирова Әсел, мұғаліммін, жұмыскер жай адаммын, жас өренге мейірімі бай адаммын. Космос ашқан жанкешті болмаған мен, ұстаз деген атаққа сай адаммын. Мен осы ұстаз жолына қалай келдім? Жоғарғы оқу орнына түсіп, қызыл дипломмен оқуымды тәмамдадым. Бірақ бірден ұстазы жолға түсіп кету мен үшін үлкен қорқыныш тудырды. Үлкен ізденісте болдым. Табылған жұмыстардың ешқайсысын ренжітпей, бәрімен таныса бастадым. Бала бақшаға тәрбиеші болдым. Бала бақшада өзіме алған ең үлкен тәжірибем бала тілін таба білдім. Жүйке жүйемді жаттықтырдым. Бірақ дипломым мен мамандығым әркез жанымда жүрді. Қанша қолын созды. Енді міне мұғалім боламын, ұлағатты ұстаз боламын деп өзімді өзім жеңіп, бар күш-жігерімді жинап шешім қабылдағанымда кенеттен неке туралы куәлік бар жоспарымды өзгертіп жіберді. Бұйырған кетпейді деген осы шығар бәлкім. Арадан бір жыл салып міне мұғалім болуға дайынмын дегенде неке куәлігі өз жолын туу куәлігіне беріп, сомен не керек? Арада 5 жыл өтіп, дипломмен мамандығым осы мектепке алып келді. Осы мектепте өткізген 3 жылым ізденіске кеткен 5 жылдың орнын толтырды. Оған дәлел Ушинскийдің мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді тоқтатысымен оны мұғалімдігі де жойылады. Сөздері мақсатқа ала отырып, көптеген іс-шараларға қатысып, ашық сабақтар беріп, әртүрлі курстарды оқып, өзімді дамыту үстіндемін. Ішімдегі оқушыларды өз пәніме қызықтыра аламын ба, тәрбие білім бере аламын ба, осындай үлкен әрі жауапты мамандықтың иесі бола аламын ба деген әртүрлі қорқыныштарды жеңген құжаттардың төресі дипломыма алғысым шексіз. Алған дипломымды қолыма алғанда ішінде тек бағасы тұрушы еді. Ал енді қоржынымыз толып, шығармашылығымыз артып жатыр. Осының бәрі еңбектің арқасы. Мен мамандығыммен мақтанамын.